Кореядағы ең керемет жерден видео түсіріп тұрмыз сіздерге. Бұл қандай жер десеңіздер, осындай мусор тастайтын жер. Қысқаша айтып кетейін, мусор қалай тасталынады. Біз мусорды бөліп тастаймыз. Бүкіл кореялықтар сияқты. Мына жерге бөліп мынандай ыдыстарды тастасақ, мына жерге мынандай ыдыстарды тастаймыз. Ыдыс емес, жаңағы атын ұмытып тұрмын, жазып кетіңіздер. Одан кейін пакеттер бөлек тасталынады, бутылкалар бөлек тасталынады. Так, мына жерге сынған шишалар. Одан кейін мына жерге бізге тасталынады пластиктер, мына жаққа коробкалар, қағаздар тасталынады. Одан кейін органика бөлек тасталынады. Қазір көрсетемін, міне тұрған органика. Анау кішкентай тұрған органикалық отходтар, үлкен тұрған, ол неге жаңағындай переработкаға кетпейтін мусорлар тасталынады. Неге Кореяның әдемі жері деп видеоны бастадым? Өйткені ол тазалықтың белгісі. Корея өте таза ел екенін бәріміз де білеміз. Ол неге таза ел? Өйткені бүкіл көшені әрдайым жинап жүретіндіктен емес. Өйткені бүкіл осы Кореяның тұрғындары мусор шашпайтындықтан. Грязно не там, где не убираются, а там, где ссорят деген бар ғой. Яғни адам бірінші өзінен бастау керек. Кореяның осы жер маған қатты ұнайды. Біздің Қазақстанға да сол система ертерек келсе екен деген үлкен үміт бар. Бірақ оны күтіп жүрмей-ақ біз өзімізде оны жасауымызға болады. Мысалы, бізде әр қалада осындай мусорларды бөлек-бөлек өткізетін пункттар көп. Мысалға, мен Ақтауда өзім солай бөліп, жинап, өткізіп жүрдім. Ақтаудың өзінде 14 пункт болды. Кішкентай қала Ақтаудың өзінде. Ал енді осознанный адам болғымыз келсе, осознанный өмір сүргіміз келсе, біз кез келген қалада, мысалға мен өзім Шымкенттемін. Шымкентте де көп ондай пункттар. Кез келген қалада көп. Сондықтан да осылай ерінбесеңіздер, негізі ешқандай да қиындығы жоқ. Бөліп-бөліп тастаудың ешқандай қиындығы жоқ. Сөйтіп бөліп-бөліп өткізіп жүрсеңіздер, біздің полигондар да көбеймейтін еді. Полигонды да жағып жатады, білесіздер, жақында мына Ақтауда ма бір жерде жақты өртейді, и ол полигонды өртегендегі жаман түтін осы аспанға кетіп жаңбырмен түседі, немесе оған жетпей жатып ақ сол жердегі тұрғындар, жақын жердегі үйлердің тұрғындары соны дем алып жатыр мысалға. Сол достар, экологиямызды аялайық. Мусорды бөліп тастауға мен сіздерді шақырғым келеді. Қазақстанға барғаннан кейін, иншалла, солай өмір сүргім келіп жатыр менің де. Маған сәттілік, сіздерге де сәттілік, давайте.